Қысқалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Қырымда қар еремесі нәтижесінде апрель айындаки яғанақлардан сон су анбарлары толы башладылар. Су едеклері 24 миллион кубометрге артты. Нәтижеде Ахмеджетлелерінің евлерінде кечкен яздан берлі ilk сефер sıcak су пейда oldu. Суық суны есе тек геже сөндірелер. Ялта сәкенлерінің евлерінде есе майыс айында су саба саат 6-дан яры геже ақажақ. Елінің бірінден есе су геже күндіз олажақ. Бұл ақта біз зімлев Ава яқшы олғаны себебінден Қырым суф анбарларына 24 миллион кубометрден зияде суф қошылды. Қарасуф базар суф анбары да 14%-ға толды. Ахмеджет суф анбарында да мутахассислар суф баяғы артқананы қайдеттелер. Шу себептен пайтақ тенді бір автодан зияде яны суф графигіне кечті. Суф евлерде бір суткада 18 саат ола, евелері есе 6 саат қайды. Тоқтавлар шымдылық yok. Әршей пек яқшы. Сағылыныз сувысы бар. Пек кованамыз. Майысының бірінден шәрні әмдесі жақ суңнен темен етіп башладылар. Пек оңайтлы олды. Мектептен келесін істеген вақыт ювынмақ мүмкін. Чай иче яда савутларны юва білесін. Sıcak суф олғаны пек яқшы. Илеріде де бойле олыр деп үміт етем. Ахмеджетні суңнен темен еткен уч анбар 11 миллион кубометр суф топландылар. Бұл барлық яғанақлар вешімді сумның esas көлемі артезиан менбаларынан чекіп алынғаны иле бағылы. Ахмеджет районында да суф толы шекілде беріле. Бурлюк суф yolu bir sutkada 92 bin kubometr suv çekiyor. Bu sebepten rayonda suv yeterli ve biz erkezni suvnen temin edebilemiz. Енді Ялта сәкенлері де графиклер ақында ұнута білелер. Қар яған сон шерде аман-аман 16 миллион кубометр суф топланды. Mayısның екісінден июльнің бірінеже саба 6-дан яры геже сув ақажақ. Июльден ең аздақ октябрның бірінеже геже күндіз. Bundan son men belesem en pessimistik tahmin olur. Onun için episi қамачавларына еңерміз. Ен ақыр вазиет бір күнде 5 саат сув беріліліф графигі шымділік алуштада қала. Esas menba jur-jur uçan suvu. Сув анбарлардаки сумны есе ерлі акимиет ихтисат етмеге қарар алды. Böyle график туристик мевсимні мувафақиет ile кечірмеге кедер етмез деген фікірделер. Эпсі шифаханелер ve отеллерде емкісілер бар. Эпсі сағламлаштыру бала мүйсеселерінде де. Эпсі ресторан, хавиханелер ve мүйсеселер әркез доғру аңлай. Азырлық бар ve тоқтавсыз çalışамыз. Қырымның суф меселесіні чезмек үшін Русия Федерациясының акимияты 50 миллиард рублей yolladı. Bu meselені чезмек авалесіні шақсен Русия президенті Владимир Путин сесленdirdi. Акимесия Дометова, Султания Истакаева, Дмитрий Низовой, Рамазан Аливапов, Милет Ичун. Бір кімсені ұнытмадық бүгін. Аңғара боғазында олу ватан женкінде елек олған партизанларының қатырасына аңдылар. 2,5 ел девамында фашистлерге қаршы күрешкен Қырым партизанлары 30 бинге яқын душман аскерлеріні өлдірділер. Мерасимнің іштіракчилері мемориалға чечек қойып оларының қатыраларына сүкенетді қанен аңдылар мезуны Айша Шулакова девам ете. Улу ватан женкі девамында Ахмеджеттен алуштаға алып барған yol ve onun екі тарafында ерлешкен орманлық кергін ұрышларының мейданы олған еді. Қырым партизанлары фашистлерге қаршы күрешмеге іч тоқтамайдылер демек доғырыдыр. Немселер бұл ерлерден юрмеге қорқайдылер. Шунын үшін мұнда ер-ерде бұрылышта ату ве диқат партизанлар деген yazılar асылы еді. Мұнда алушта кезлеп ве Ахмеджет отрядлары күреші еді. Женктен сон оларының жесаретлігіні анмақ үшін партизан шапкесі адлы абеде тікленілді. Бұл қырмызы шеретіле бағлы бұйық партизан қалпағына ошап келе. Ел яшнесілер партизан ве подпольщиклерінің қатыраларыны аналар. Қырымда 20 совет партизан отряды ве 106 гізлі группа бар еді. Фашист işgalcilеріне қаршы күрешуде 2,5 ел девамында. Олар 250-ден зияде уруш кечірділер. 4000-ден зияде душман аскеріні esirlikке алдылар. 79 эшелонның yolunu kestілер. Bugün biz Аңғара боғазында партизан майовкасының 70 yıllığını kaydedemiz. Omunda партизан шапкесі ve партизанлар ve подпольщиклерге бағышланған қатара işareti yanında өткеріле.
Пандемия себебінден 2 жылдан берлі маевка кечірілмей. Татьяна Семеусова әвелісі бұ ерде бинлерже адам топланғаны ақта eyjan ile хатырлай. Бұ ерге партизан вегізлі әрекетінің ветеранлары, бұндан ғайры әлек олған жебеджелерінің сой-соплары келеділер. Бу унутулмас күнлер еді, чүнки бу ерде савдашларнен көрішівлер кечейді. Партизан маевкасы бұ ұруш мейданларындан ғайры, оларының арқасында фашист басқынчыларға қаршы күрешкен адамларының хатырасыны анмақ. Оларға бұтын халқының үрметіні көстерген тедбірдір. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Милетичун, Ахмеджит района. Бүгін Ахмеджит районының трудовой көйінде ватан перверлік акциясы кечті. Қардашлық мезарлығы янындаки территория ве хатыра аллеясы абаданлаштырылды. Тедбірді иштирак еткенлер арасында телевизион тақымымыз да болынды. Акимеси Даметова буақта тариф етмеге азар. Бу ерде 6000-ге якын адам көмілген. Оларны немсе фашист басқыджылар атып өлдірген әділер. 1806 сене аға арқадашлық мезарлық ерінде хатыра ишарет ерлештірділер. 4 көшелі стеллада мемориал язылар бар. Аман-аман 40 ел жайынкның дешетлі күндері ақында хатыра сақлаған стелланы тертипке кетірелер. Қардашлық мезарлығы ерінде отларны жиыштыралар, скемлелерні боялалар, елчықларны теміздейлер. Акцияда 40-тан зияде адам иштирак ете. Біз бұл мұқаддес ерлерні теміз сақламаға боржылымыз. Танкларға қаршы көрешкем ичун арықта йохудейлер, крымчақлар, ченгенелер, эсір совет аскерлері ве партизанларға ярдым еткенлері ичун қабатланғанлар топлы шекілде атып өлдірілген ереді. Оларның эпосының миллетлері фарқлы. Шу жүмледен бұ ерде 3000 қырым татары алып өлдірілген еді. Бұ эсасин қадынлар, балалар ве қартлар еді. Оларны партизанларға ярдым ете деп өлдірділер. Бу дешетлі вақайлар ақында хатыра сақламақ, мемориаллар ве арби мезарлар абаданлаштырылуы акциясының эсас мақсады олды. Біз білеміз ки, кім кечмішіні хатырламаса, о илері кетіп болмас. Біз білеміз ки, дүния пирамида шекілінде тізілген. Біз küçük адамлар олсақ біле, бұйық инсанлар үстінде тұрамыз. Трудовой көй ерлешмесіндегі қардашлық мезарлығы ерінде енді бір хач ел мародерлар юрейлер. Қара қазылжыларының ізлері бүгінде көріне. Тарлада адам кеміклері, бала путеклері анда-мында атылған еді. Эсасен біз 2012 сене оларны жиғанда кеміклерінің эксериеті балаларға айт еді. Лық делілі бойынша бір хач жинайы иш açıldı. Трудовой көй ерлешмесінің yolbaşçısı айтқанына көре, ұқық қорчалайжығы органлар тақиқатнен оғрашалар. Бұл территория яқшы олмаған адамларны желп етті. Енді бір кередегіл, бір sıra жинайы ішлер бар, да оларына өгренмеге девам етелер. 1940-1943 сенелері фашистлер құрбанларының қардашлық мезарлығы адлы абиде медени, асабалық объекттір ве девлет имесі алтында болуна. Улу Галебе күніне абидені тәртіпке кетірмек. Бұл қабатсыз әләк олған адамларны анмақ мақсадынен кечірілген тедбірдір. Акимеси Даметова, Дмитрий Низовой, Милетичун, Ахмеджит районы. Бақчысара районының Пычқы, яни Баштановка көйінде қачы базар кечті. Экологик пикник эсновчыларына қашқавал пішіргенлеріні ветази авадар атланмаға севген дігерлеріні бірлештарды. Эпысы маллар сырф ве экологик жейттен темас. Зена Адашым Сабина Денеева буақта тариф етежек. Қачы кальон қоба шырының қаяларының сарылған ерді Қачы базар адлы экопикник кечі. Бүгін мұнда эснафчылар, қашқавал пішіріджілер, ведігерлер етіп келді. Умумен 50-ге яқын адам. Оларны авадар атланмаға севгенлер қуваншнен қаршыладылар. Экопикник бутек игленже дегил. Оның эсас вазифесі трафтаки муитке муқайтлықнен янашмақ кереклігіні рағбетлештіру. Кырыш мында бедава. Қарасов базар районындан келген балжы Гульзара Мусаева балдан ясалған чоқтан чоқ шифалы шейлер алып келді. Прополис, яқылған майзлар, ирінтілер, бал сіркесі ве татлылар. Мен өзім жиям, бал хутуларым тұрған ерде. О ерде чоқ отосе, эпысы аяқ түбінде. Мен атлас кечамайым, оның үшін вақыт аз-аздан жиям ве нетижеде чоқ шей топлана. Сон сына ярмалыққа кетірем. Озыны көстермек ве дегерлерге бақымақ. Ақярлы Ольга Киселеваның ярмалық түканы янында әлнен ясалған тақтачықларны сатын алмаға істегенлер чоқ. Олар саювлы даққаларда біте. Бөлі эксклюзив шайны мұсафірлер бегенелер. Мен азыр тақталарны сатып алам ве мына бойле боя кібі шейнен боялайым. Бұл эпоксид сақыздан ясалған боя.
Бу эм дүлбер эм файла кетирген шей. Бу тақтақчықларының терс тарафында бір шейлерні доғрамақ кечмек мүмкін. Дүлбер тарафында исе қашқавал яда башқа шейлерні тізіп софраны данатмақ мүмкін. Я бұны япмақ қиынмы? О бойле пішкенлешмек керек. Ама мында да ось итчеликлері бар. Фудкорт деген yerде чешет лезетлі шейлерді дикатамызны желпеті. Бу қашқаваллар, қолбасылар ве татлылықлар. Мақсулатымыз мінген хамырдан пішіріле. Круассанлар, қатмерлі шейлер. Булкалар ве шейні біз өзіміз пішіреміз. Бөле проект яратмақ үшін тәшкілатчыларға ерлі ферматчылар илхам берділер. Бөле крафт қашқаваллар, пайдалы отмек, татлылықлар ве емірта. Ади түканда бөле шейлерні тапмасын. Эсас вазифеміз бөле қырым мойытыны, аутентиклігіні рахбетлештірмектір. Қырым малларынен олдықча чоқ адамны таныштырмақ. Шымды тәшкілатчылар бөле тәдбірлеріні Ярамаданын Женюби ялысында кечірмеге планлаштыралар. Энді майысының 16-сында істеген кезні ақярға давет етелер. Гүзел Мамбетова, Сабина Дениева, Асан Ибрагимов, Миллет үшін Бақчасарай районы. Бүгінге бұйы пысы малюмат Миллет телеканалындан айырылманыз. Хайрлы ақшамар.